Елордадағы Қай Мұхамедханов атындағы номері 90-шы гимназия қабырғасында жаңа жоба бастау алды. Білім ордасында болашақ прокурорлар клубы ашылды. Бастаманың мақсаты заң мен тәртіп идеологиясын іргелету, оқушылардың заң саласына қызығушылығын ояту және әділдік қағидаттарын жас буын санасына сіңіру. Клуб аясында мектеп оқушылары құқық негіздерін тереңірек меңгеріп, прокурор мамандығын қыр-сырын үйренеді. Мектеп басшылығы бұл бастама оқушылардың кәсіби бағдарын айқындауға үлкен мүмкіндік береді. Бүгінгі таңда білім саласындағы мектептердің барлықтарында аталы азамат біртұтас тәрбие бағдарламасы жүзеге асырылып жатыр. Ол жерде бірнеше құндылықтар қамтылған, соның бірі бұл заң мен тәртіп аясындағы құндылығымыз. Қазір кезеңде түрлі зорлық-зомбылыққа қарсы күресті және соны болдырмауды мақсат етеміз. Бүгінгі таңдағы прокурорлар клубының да түпкі мақсатында мектеп оқушылары өздерінің осы міндеттемелерді, жауапкершілікті қолдарына ала отырып, мектеп оқушылары арасындағы қауіпсіздікті сақтайды. Бір тараптан, екінші тараптан балалар арасындағы әлімжеттілікті болдырмауға жұмыс жасайтын болады. Айта кетейік, болашақ прокурорлар клубы мектептің әкелер кеңесінің бастамасымен жүзеге асып отыр. Кеңес мүшелері бала тәрбиесінде әкенің рөлі айрықша екенін алға тартты. Әділдікті сүйеміз, бәріміз әділетті сүйеміз, бірақ әділетті біз қай кезде сүйеміз? Тек өзімізге қатысты кезде ғана сүйеміз. Ал бұл клуб мүшелері әділдікті барша қоғам мүддесі үшін жасауы тиіс. Ұйымдастырушылардың айтуынша, клуб жұмысы оқушыларды заңға құрметпен қарауға, азаматтық жауапкершілікті сезінуге баулиды. Бүгінде бұл бастамаға қызығушылық танытқан оқушылар қатары артып келеді. Мен осы прокурорлар клубына қосылу арқылы құқықтық білімді арттырып, әділеттікке деген көзқарасымды нығайтқым келді. Осы клуб мені жауапкершілігі жоғары, ойы терең оқушы ретінде қалыптастырады деген сенімдемін. Болашақ прокурорлар клубы жасөспірімдердің құқықтық мәдениетін қалыптастырып, саналы ұрпақ тәрбиелеуге бағытталған маңызды жоба. Ұйымдастырушылар алдағы уақытта мұндай бастамаларды кеңейтіп, тәжірибені басқа да мектептерде таратуды көздеп отыр. Астана қаласы Диас Бақытжанұлы арнайы білім айнасы үшін.